Барма, мен бір документтерімді көрдің бе кешегі отчеттарымда? Жоқ, көрмедім. Көрмедің бе? Кім отырған ана жерде, а? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Так, сізге не керек? Маған анықтама қажет. Қандай анықтама? Мекен жайы туралы анықтама. Иә, берем ғой. Міне бланка. Аты жөніңіз кім? Зульфия Асқаровна. Зульфия Асқаровна, иә? Асқаровна деп дұрыстап жазыңыз. Асқаровна емес. Асқаровна. Ровна, иә? Ровна. Ровна Асқар. Ровна. Не, тұратын жеріңіз қай жер? 11-ші мөлтек аудан, 111-ші үй, 1111-ші пәтер. Ондай деп пәтер бар ма? Иә. Жасыңыз нешеде? Қыздың жасын сұрамайды, қыздың жасы 18. Сіз не мені мазақ қылып тұрсыз ба? Жоқ. Мен сізден жасын сұрап тұрмын, мына жерге жазуым керек қой. Енді қыздың жасы 18 деп айтып тұрмын ғой. Жоқ, жасыңыз нешеде? Қаншада айтсаңызшы? Мен де айтып тұрмын ғой енді. Қанша жас бересіз маған? Қиылған қасыңызға қарасам, 20 жасар қыздайсыз. Рахмет. Шиеде еріндеріңізге қарасам, 17 жасар қыздайсыз. Шын айтасыз ба? Ал ана өрілген бұрымыңызға қарасам, 17 жасар қыздайсыз. Үшеуін қосқанда 53-те шығарсыз, Керек емес. Алмайым анықтамаңды. Қыз жанын түсінбейтін, мәдениетсіз, еркек емес. Алмасаңыз қойыңыз.